Ерке Есмахан қазақ эстрадасындағы ең жарқын жұлдыздардың бірі. Әрбір қадамы жұртшылық назарында, әрбір сөзі мен ісі талқылауға тұрарлық. Жақында ғана аяулы ана атанған Ерке бүгінде өмірінің жаңа кезеңіне қадам басты. Бірақ көпшілікті таңғалдырғаны оның аналық бақытпен бірге дене сымбатына қайта оралуға деген ерекше ынтасы. Әрбір әйел үшін жүктілік бақытты, бірақ оңай емес кезең. Ерке де бұл жолды бастан кешті. Оның дене пішіні өзгерді. Сахнадағы нәзік бейнесінен сәл алыстады, бірақ бұл табиғи процесс екенін өзі де ашық айтты. Желі қолданушыларының көкейінде бір сұрақ болды. Ерке бұрынғыдай әдемі сымбатқа қайта орала ма деген. Өйткені ол әрдайым сахнада нәзік бейнесімен, жарасымды стилімен көзге түскен. Жақында әнші өзі айтты, босанғаннан кейін міндетті түрде сымбатын ретке келтіреді. Бұл сөзі бірден жанкүйерлерін жігерлендіріп, қызығушылық тудырды. Ол тек әнімен емес, енді ерік-жігермен де үлгі көрсетпек. Ерке сымбатын қайта қалыптастыру үшін бірнеше тәсілді таңдаған. Дұрыс тамақтану, диета емес, пайдалы тағамдар, жеңіл жаттығулар, босанғаннан кейінгі әйелдерге арналған арнайы бағдарламалар, йога мен тыныс алу жаттығулары, дене мен жанды үйлестіру үшін арнайы мамандардың көмегі, фитнес жаттықтырушылары, диетолог кеңесі. Еркенің бұл шешімі көп аналарға мотивация болды. Көптеген әйелдер босанғаннан кейін өзін-өзі ұмытып қалдырады, ал Ерке керісінше аналық пен сұлулықты қатар алып жүруге болатынын дәлелдемек. Желіде қызу талқылаулар басталды. Бірі әнші босанғаннан кейін де бұрынғыдай керемет көрінеді десе, енді бірі оның қайсарлығы басқа аналарға да үлгі деп пікір білдірді. Ерке сымбатқа ғана емес, шығармашылығына да қайта оралуды жоспарлап отыр. Жаңа әндер, жаңа бейнеклиптер және әрине сахнадағы нәзік бейнесі тыңдармандарын қайта қуантады. Ерке Есмаханның өміріндегі бұл жаңа кезең тек жеке оқиға емес, көптеген аналарға үлгі. Ол босанғаннан кейінгі қиындықтарға мойымай, керісінше жаңа бастамаға күш жинап отыр. Оның әрбір қадамы жұртшылыққа мотивация болып, жаңа бір әңгіме тудырары сөзсіз.